бояу. Томар бояу. Тұмар бояу. Томар бояу тұқымдасына жатады. Бұл өсімдік сор топырақта, сортаң жерлерде, тақыр жерде өседі. Биіктігі 30-80 градусқа дейін болады. Көп жылдық өсімдік, шілде қыркүйек айларында гүлдеп, тамыз қыркүйекте дон салады. Шырды көп жинайтын, оны жеген жануар жаңағы ұзаққа шөлдемейтін деген сияқты өздер бастауыш бірлестігін солай атады. Потому что фундамент бастауыштан болады, солай ары қарай кетеміз деп біздер начало фундамента деп сора өсімдігін алдық. Келесі мысалы міне миф бірлестігін алдық. Бұл деген қызыл, жасыл томар бояу жаңағы емдік қасиеті бар жаңағы сондай өсімдік қой білесіздер ғой. Сосын біздер жаңағы миф бірлестігін всегда красочный сөйтіп жүреді, ойлар да сондай әртүрлі, қандай табиғатқа келіп күшті не өткізіп жатыр. Соған креативный ойма десең. Емдеп жүретін болып тұр ғой біздің. Алабұта мен жаңағы қоңырбасты біздер кез келген жерде жаңағы өсе беретін, жете алғамайтын өсімдік ретінде эстетикалық пән бірлестігін алдық. Аяққа жауып жүріп. Барлық бірлестіктің тек қана жақсы қасиеттерін ескеріп атап отырмыз. Енді төмен көретін болса, онда кішкене өсімдіктер нашарын аламыз. Мына жерде жаратылыстану бірлестігі. Мына өсімдік жаңағы сәнді, өзі жаңағы былай тұқымды мол беретін сондай өсімдіктің бірі ғой. Қарамаға жаңағы сәнді гүл сияқты өсімдік жаңағы жаратылыстану бірлестігін химия, биология, география бағытын осы өсімдікке балады. Естественно, аты қалай өсімдік? Бұның атын бағытын арман. Орысша қалай? Қызылша. Біздер мынандарын орысшаға жазғасын, сосын орысша айтып. Жай қалған құрақты біздер жаңағы гуманитарлық пән бірлестігін алдық. Орыс, ағылшын, қазақ тіл бірлестігі жаңағы құрақ жаңағы әрқашанда жаңағы құрақты біздер көбіне малға қолымызда қарап отырған төрт түлік малымызда енді күш беру үшін жаңағы қолданамыз ғой. Сол себепті біздер мына құрақты осы бірлестікте сондай балама бердік. Енді мына айтып бере ғой. Наше достижение. Бұл жусан. Иісі бұрқыраған жетістіктеріміз көп болсын. Көп болды ғой енді биыл. Наши достижения деп осыған алды. Енді мынау деген молочная девочка, тікелей переводта, да? Негізі сүт қыз екен, да? Ол да бізде олимпиада деп алдық, да? Себебі енді олимпиададан біздер өзіміздің қалай обратный не аламыз ғой. Келесі мына өзінің шөптің өзі колючий ғой, да, жантақ, да? Соған деген сочи деп алдық. БЖБ, ТЖБ, бүкіл нелерімізді осыған. Енді ең күштісі мына легкий. Барлығын тыстамыз, проблем бәрін тыстап, біздер қайда кетеміз? Балалар айта Аты Сіңбірік. Оны ешқана ойын керек қой. Қоңыр басында тұр. Сіңбірік деген ол деген асылысы. Шытыр деген, шытыр деген соған аттестация деп қойды. Келесі оқу жылына аттестация. Оны жеуге болмайды. Құрметті әріптестер, ғылыми жобаларын жоғарыға ұсынуға Енді мынаны бізде биология кабинетіне біздің осы жорықтан естелік болып қалсын деп, сохрани самые теплые воспоминания деп, біздің гербариемізді күштетіп алып қойсын деп.